Медовик тортын дайындаймыз. Ол үшін су мұншасында майды ерітіп, қантты қосып ергенше араластырамыз. Балды қосамыз және жұмыртқаны ретімен қосып араластырып тұрамыз. Соданы қосып араластырамыз. Ұнды бөлшектеп қосамыз. Жақсылап араластырып, бетін ас пленкасымен ауа өтпейтіндей етіп жауып қоямыз. Мұздатқышқа кемінде 3 сағатқа қойып қоямыз. Бөліктерге бөліп, пергамент қағазын бетіне жаямыз. Керекті формада кесіп, пеште 180 градуста 3-5 минутта пісіріп аламыз. Крем дайындаймыз. Клегей немесе қаймақты құмшекер ұнтағымен араластырамыз. Маскарпонені қосып, жақсылап араластырамыз. Тортымызды жинаймыз. Қалауымызша әрлейміз. Мұздатқышқа кемінде 2 сағатқа қойып қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын.